Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз көршілер пәтеріңізге су ағызып жіберген жағдайда. Мұндай жағдайда зиян келтірген үшін деліктілік, міндеттілік туындайды. Ең алдымен судың ағуын тоқтатқаннан кейін су басы туралы акт жасау керек. Ол үшін сіз куәгерлердің қатысуымен фотосурет немесе бейне жазба жасай отырып, өзіңізден бөлінген мүліктеріңізді сипаттап жазасыз. Одан кейін шығындарды бағалау үшін арнайы ұйыммен байланысыңыз. Ол ұйымның жылжымайтын мүлікті немесе жылжымалы мүлікті бағалауға лицензиясы болу керек. Сіз болашақта бағаланған шығындарды жауапкердің мойнына жүктей аласыз. Көршіңізге келтірген зиян, шығын туралы талапты жазбаша түрде беріңіз. Егер сіз жанжалды өзіңіз шеше алмасаңыз, шығын туралы талап арызбен сотқа жүгінуге кеңес береміз. Қазақстан Республикасы Азамат кодексінің 934 бабына сәйкес, сот кінәліні келтірген шығынын келесі жолдармен етеуді міндетте алады. Келтірілген зиянның орнын заттай толықтай толтыру, немесе келтірілген шығынды толығымен өтеу керек. Шығындардың орнын толтырудың тағы бір нұсқасы мынадай. Ол бүлінген заттарды сіз өзіңіз жөндеп немесе қайтадан сатып алсаңыз, оның шығыны осыдан кейін белгілі болады. Бұл жағдайда құрылыс материалдарын сатып алынғаны туралы түбіртекті, жөндеуге арналған келісім шартты және мердігердің қызметтеріне ақы төленген туралы түбіртекті сақтау қажет. Бұл құжаттар сіздің шығындарыңызды дәлелі болады.